Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай керемет сметанный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға сары май, қант салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне тұз салып, ұн салып, қопсытқыш жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын керемет қамыр шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Оған қаймақ, қант және 3 жұмыртқа, 1 ас қасық ұнды араластырамыз. Қамырымызды қалыңдығы 2-3 мм болатындай жайып аламыз. Оны формамызға салып, жақсылап орналастырып, артық жерлерін оқтаудың көмегімен алып тастаймыз. Дайын болған қамырдың үстіне салмамызды саламыз, үстін жақсылап тегістейміз. Және де духовкада 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз.